Енді котангенстің мәні де дәл тангенстегідей, бірақ бұл мысалға тангенс сызығы y осіне параллель салынатын болса, котангенс сызығы бұл x осіне параллель салынады екен. Яғни бұл шеңбердің жоғарғы бөлігінде x осіне параллель болып орналасады екен. Енді бұның да мәндері бағанағыдай анықталатын болады. Мынау котангенс сызығы деп аталады. Енді жаңағыдай бұрыштардың барлығымен мынандай центр арқылы түзулер жүргіземіз. Сосын қиылысқан нүктелердің мәндерін жазамыз. Енді қарап отырсаңыздар, x осіндегі 1 мына жерде тұрады. Енді осыған сәйкес келетін нүкте мынау 1. Ол да 1-ге тең екен. Бұның мәні котангенстің мәндері де синус сызығының бойындағы мәндермен тең. Мына жердегі мәндердің барлықтары тең. Мынау мысалға 1, мынау да 1-ге тең. Енді синус пен косинуста мәндердің барлығы осы 1-ден және -1-ден аспаған тұғын естеріңде болса, енді котангенс пен тангенсте 1-ден асып кетіп жатыр. Міне мәні мына жаққа кетіп қалды. Бұл жақтағы мән мына 1-ден оң жағында тұрған сандар ол үлкен болады 1-ден. Яғни мынау жерде бізде түбірасты 3-ге тең. Ал мына жерде мына 1-дің сол жағында ол түбірасты 3 бөлінген 3. Яғни бағана тангенстің видеосын қараған болсаңыздар, сонда айтылған. Яғни түбірасты 3 дегеніміз 1,7-ге тең болса, жоқ мәні. Мына жерде түбірасты 3 бөлінген 3 ол 0,16-ға, яғни 1-ден кіші сан. Енді мына жерде бізде 0, x осінің 0 менен котангенстің 0 бір сызықтың бойында орналасқан. Демек, бұл да 0-ге тең. Мынау -1-ге тең, мына жақта да -1-ге тең. Енді сәйкесінше мына 0-ге жақын жағы минус түбірасты 3 бөлінген 3 болады. Сосын -1-ден кіші жағы минус түбірасты 3-ке тең. Яғни енді мына жердегі бүкіл бұрыштардың мәндерін котангенсін табуға болады екен. 45 градустың котангенсі. Центр менен 45 градустың бұрышын қосамыз. Сосын котангенс сызығын қидырамыз. Сол кезде бізде қиған нүкте мәні 1-ге тең. 60 градустың пи бөлінген 3-дің котангенсін есептеген кезде центрден пи бөлінген 3-ке тартамыз. Ол келеді де мына жерде қияды. Ол 1-ден кіші сан, яғни түбірасты 3 бөлінген 3. Дәл осы сияқты былай қарай, солға қарай да табуымызға болады мәндердің, доғал бұрыштардың котангенстерін. Енді дәл сол сияқты төменгі жақтағы мынау үлкен бұрыштар 4π бөлінген 3 мысалға мәні қаншаға тең екенін білу үшін мына нүктеден центрге қосамыз. Бағанағыдай ол келеді да π бөлінген 3 пен сәйкес келетін мәнге тең болады. Екеуінің мәні тең болады екен. 4π бөлінген 3 пен π бөлінген 3-тің мәні сәйкес екен, тең екен екеуі. Яғни түбірасты 3 бөлінген 3. 11π бөлінген 6-ның мәні минус түбірасты 3-ке тең екен. Яғни біз мына шеңберді кез келген уақытта сала алсақ, онда мәнін, кез келген бұрыштың мәнін есептеп таба алады екенбіз.